қарастырып отырмыз. Бауырларымнан бас тартамын деп отыр. Бұл ісі қаншалықты құптарлық Раушанның? Жалпы мен ойлаймын, мен өзім өмірде мынандай ұстанымды ұстанамын. Ит қапты деп мен де қапсам, адамшылық аузымнан барып не қалады? Мысалы, ит қапты екен деп біз де барып итті қаппаймыз ғой. Әркімнің өзінің сана сезімі болу керек. Және де көбісі мынандай ұстаным ұстанады өмірде, қандай сәлем жасады, сондай жауап қайтарамын деген. Орысша айтқанда, какой привет, такой ответ деп айтады ғой. Бірақ мен олай жасайтын адамдарды құптамаймын, себебі әркімнің өзінің басы болу керек, әркімнің өзінің ойы болу керек. Біреу жасады екен деп біз де барып олай жасамаймыз ғой. Менің ойымша, мейлі енді бауырларына деген сағыныш болады ғой, бірақ ол жерде тағы ол жақта анасы бар Раушанның. Бәрібір де мен ойлаймын, бара берсе алдарына әйтеуір бір татуласатын шығар деп. Олар олай жасады екен деп, ол да ондай жауап қайтару міндетті емес Раушан ханымның. Бірақ бұл кісі енді бауырлармен араздасып жүргеніне 1-2 күн, 1-2 апта емес, 5 жылдың көлемінде уақыт болды да. Осы уақытқа дейін мысалы оның 12 бауырдың ішінде тек бір әпкесімен ғана араласады екен. Бұл уақытқа дейін бұны қабылдамаған жаңағы аға әпкелері, інілері бұны кісіні қайттан енді алдағы уақытта қабылдайды деп ойлайсыз ба? Негізі ерегіспеу керек деп ойлаймын бұл өмірде ешкіммен. Ерегіспен ешкім ешқандай нәрсеге мақсатқа жете алмайды. Жылы сөйлеп, өзі кішімін деп отыр, енді кішілігін танытып, әпкетай, ағатай деп барса, енді жүрбемейтін жүрек жоқ деп ойлаймын мен. Бәрібір қан деген тартады ғой, бауырлары, әйтеуір бір жүрбейді ғой. Сонда Раушанға соңына дейін күресу керек деп ойлайсыз ғой, иә? Иә, мен негізі туыстармен туыстық қарым-қатынасты үзу керек деген нәрсені мен қолдамаймын. Ешқашанда үзуге болмайды туыстық қарым-қатынасты. Және де қазіргі заманда шынымен де мақал бар ғой, әркім өз қотырын өз қасиды деген сияқты ұстаным болып кетті. Ол шынымен де кейбір туыстарға да ренжуге болмайды, қазір заман оңай емес. Дегенмен де жаңағы сыйластықты, сәлем түзу болу керек деп ойлаймын туыстардың арасында. Көпшілік көрермендер бізде енді комментарий жазып жатады ғой. Олар айтады, Раушанның мінезі дұрыс емес деп айтады. Ол осы мінезінің кесірінен бауырлармен араздасып отыр және күйеуін басып тастаған деп айтады. Сол күйеуінен де сол мінезінің себебінен ажырасып кетті дейді. Осыған байланысты не айтар едіңіз? Жалпы мен айттым ғой, анада бір нәрсеге бір ғана адам кінәлі болмайды менің ойымша. Бір нәрсеге, мысалы кикілжің болсын, немесе бір отбасының ажырасуы болсын, екі адамның да екі тараптан кінәсі болады. Және де менің ойымша әйел адам қандай болса, яғни ер адам оған қандай қарым-қатынас жасаса, әйел адам соның бейнесі сияқты да, отражение дейді ғой орысша. Қандай, мысалы, әйел адамды гүлге теңеп жатады, қыздарды. Гүл қалай өсіп шығуы бағбанның қалай күтуіне байланысты. Бұл жерде бағбан ол ері әйелдің, күйеуі, ол бағбан қалай күтеді, гүл солай жақсы өседі, немесе күтпесе солып қалады, шіріп кетеді деген сияқты деп ойлаймын. Еркек адамға негізі көп нәрсе байланысты бұл өмірде. Демек, көп мәселе Раушанның бұрынғы жұбайында, яғни Әмірәліде деп ойлайсыз ғой сіз, иә? Кінә екі жақтан да деп ойлаймын. Енді өткен жолы ол кісі келді біздің эфирімізге, Раушан жайлы да біраз ақпаратты айтты, оны өз көзіммен көрдім, көзіме шөп салды деп отыр. Сіздер мына жерде өздеріңіз өзара араласып, енді сөйлесіп те жатасыздар. Жалпы Раушанның сондай бір теріс қылықтарын байқаған кезіңіз болды ма өзіңіздің? Мен былайша етене араластым деп айта алмаймын, бірақ білмеймін, мен енді көбінесе еркек адамдардың былайша айтқанда көбінше, бәрін айтпаймын, әдеті ғой сондай жала жабу. Бір Раушан ханым мына жерде жылап отыр, жаңағы осындай сөздер айтмаған, жала жапты деп. Менің ойымша жыламау керек, ондайға тіпті мән бермеу керек. Артыңнан қандай да сөздер еруі мүмкін ғой. Адам ең бірінші өзінің арының алдында қандай екендігі, ар ұятының алдында, екінші келесі Алланың алдында қандай екені мазалау керек деп ойлаймын. Ал жаңағы анау мынандай айтты екен деп, анау андай айтты екен деп жүректі ауырта берсе, онда жүрек қалмайды ғой. Жаңа туынды арналады.